Қазір Ким Чанди қайда? Әлемге Чанди рөлімен танылған Gu Hye Son қазірінде қайда? Немен айналысады? Қазір барлығын айтып беретін боламын. Gu Hye Son 2004 жылы ең алғаш кино әлеміне келген болатын. Оны танымал еткен 2006 жылы шыққан 19 лет с чистым сердцем деген дорама болатын. Бұл актрисаның ең алғашқы басты рөлі болатын. Бірақ та оны бүкіл әлемге танымал еткен ол әрине Жігіттің сабаздары дорамасы. Дорамаға түскеннен кейін Gu Hye Sonның танымалдылығы одан да арта түсті. Ол өзін сценарист және режиссер ретінде бағын сынап, бірнеше фильмдермен жұмыс жасады. 2014 жылы Глаза ангела деген дорамаға түсіп, біраз жерде рейтингтарды жарды десек те болады. Ал 2015 жылы Кровь дорамасына түсіп, сол дорамадан кейін 2016 жылы сол дорамадағы басты рөлдегі Ан Же Хён деген актерға тұрмысқа шыққан болатын. Махаббаттары ұзаққа созылмады. Gu Hye Son өзінің экс-жұбайы жайлы жаман, жағымсыз пікірлер білдірген болатын. Ал бұл көпшілікке ұнай қойған жоқ. Жұлдызды жұп ажырасқаннан кейін актриса нағыз хейттің астында қалды. Қазіргі таңда экс-жұбайы дорамаларға түсуді жалғастырса, ал Gu Hye Son барлығынан шеттетілді. Тек қана шоулардан ғана көрініп тұрады. Gu Hye Sonның өмірде қандай адам екені маған маңызды емес, ең бастысы маған актриса ретінде өте қатты ұнайды. Сондықтан актрисаның жаңа жобаларын, жаңа дорамаларын асыға күтетін боламын. Ал сіз Арайлым мен дорама парақшасына тіркеліп алыңыз.